Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 1001 мақал 101 жұмбақ. Ал енді балалар, сабағымыздың мақсаты оқушыларды сөз мәйегі, мақал деңгейі, ата-бабамыздан қалған өсиет сөздер арқылы адамгершілікке, ойын нақты дұрыс жеткізуге, тақырыпқа сөйлеуге үйрету, сөз өнері арқылы оқушылардың дүние танымын кеңейтуге тәрбиелеу. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз 1001 мақал 101 жұмбақ ойыны арқылы өткелі тұр. Алдымен мақал мәтел дегеніміз не? Мақал мәтел ата-бабамыздан қалған өшпес мұра, көлемі жағынан шағын болғанымен, уақыт өткен сайын мағынасы тереңдеп, құны артып, қымбат қазынаға айналып келеді. Мақал мәтел тәрбиелік мәні зор, рухани байлық. Осы тұста мен осы мақал мәтелінің айырмашылығын түсіндіріп өткім келіп тұр. Ал енді балалар, мақалды қорытынды, тұжырымды, түйінді айтылады. Айтылар ой нақты, толық жеткізіледі. Мысалы, ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі деген мақалда елді қорғау, жерді қорғау нағыз жігіттің секені айтылып тұр. Ал мәтел ойды тікелей білдірмейді, тұспалдап, жанамалап айтылады. Көппен көрген ұлы той, мұнда не көрсең де халықпен бірге көр, өз басыңды ғана ойлама деген сөз тұспалдап айтылып тұрады. Балалар, білімге деген құштарлығымызды, ізденімпаздығымызды, тақырыпқа сөйлеуге, салмақты ой айтуға үйренуге мақал сөздің мәйегі беріліп тұр. Енді балалар, мен мақал сөздің мәйегі бірінші тапсырманы айтам, сіздер жалғайсыздар. Жақсы кісі байқап сөйлер, жаман кісі шайқап сөйлер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ер еліне, ит иесіне. Өте орынды. Балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі. Өнер ағып жатқан бұлақ, білім жанып тұрған шырақ. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді балалар, жұмбақтар. Сіздерге жұмбақ айтам. Жұмбақ деген алақанды жұмудан, яғни қолдың ішінде бір нәрсені жасырып, жұмып тұрып, соны тап дегеннен шыққан. Жұмбақ жасырғанда айтылар нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп, тұспалдап, сипаттап айтады. Ал енді балалар, бірінші тапсырма. Кім тапқыр? Тұрғанымен шырақ көзі, таусылмайтын шырақ көзі. Ал енді балалар, шешімі күн. Мен жұмбақты жасырамын, жауабын сіздер айтуларыңыз керек. Сол жұмбақтың жауабын тауып айтқан соң, жауабына сәйкес мақал айтуымыз керек. Шыңдарда шырқау, көшіп жүр бір тау. Шешімі түйе. Енді осы түйеге сәйкес мақал көрмес, түйені де көрмес. Жайған жастық сөгілді, әппақ мамық төгілді. Жауабы қар екен. Өте дұрыс балалар. Мақал қалауын тапсаң, қар жанар. Желден желігеді, судан шегінеді. От екен балалар. Ал енді мақал отан, оттан да ыстық. Жылт-жылт етеді, жылғадан
өтеді. Су екен балалар. Судың да сұрауы бар. Берілген тақырыпқа мақал құрауды өте жақсы орындап шықтық балалар. Ал енді балалар, біз білмейтін бір мақал. Балалар, күнделікті өмірде қолданылмайтын мақал мәтелдерді айтып жарнамалайық. Қараңғыда тапқаныңды қанға берме, жарықта тапқаныңды жанға берме. Мағынасы, еңбекпен тапқаныңды орынсыз шашпа. Кісі болар баланың, кісіменен ісі бар дейді. Ал енді балалар, қорытынды. Ата-бабадан қалған асыл мұра, мақал мәтелдер мен жұмбақтарды ұмытпай, жадымызға сақтап жүрейік балалар.